Мемлекеттік сатып алу рәсімдерінде бірден түсіне қоймайтын схемалар бар. Мысалы, бір компания бірнеше айда мыңдаған конкурсқа қатысады. Бірақ ұтса да келісім шарт жасамайды, тіпті оны бұзады. Мұның сыры неде? Тырнақшаның ішінде әрине космонавт дегендер кімдер? Сондайлар бар екен. Тендерлердің көлеңкелі тұсы көп екені белгілі, тіпті тендер дегенше жеңдер десейші деген ащы сөз бар. Ал тереңірек үңілсе, ақ сандықтың ішінде көк сандық екен. Мемлекеттік сатып алуларда кірпік қақпай қадағаламаса, шімірікпестен ұрлайтындар айылын жияр емес. Данияр ұрлықшылардың схемасын жақсы білетін мамандарды кезектіре сөйлеткен. Сонда халық мемлекеттік сатып алу қалай жүрсе, биліктің жұмысы да сондай деп бағалайды деген пікір айтылды. Данияр Қайыртайдың сараптамасы. Заң тілінде мемлекеттік сатып алу дейтін ұғым бар. Былайша айтқанда, мемлекет бюджеті есебінен тауар не қызметті байқау негізінде сатып алу деген сөз. Атайтып тұрғандай, мұнда тапсырыс беруші тек мемлекеттік мекемелер немесе акциясының 50%-ына мемлекет иелік ететін компаниялар бола алады. Сосын тендер деген көпке танымал түсінік бар. Ол да дәл осындай процедура, тек оны коммерциялық ұйымдарда ойнаталады. Жалпы идея түсінікті. Бәсекелі орта арқылы бюджеттің шашауын шығармай, мемлекеттің не мекеменің қажетін өтеп алу ғой. Бірақ жеме-жемге келгенде керісінше бюджет қаражатын жымқырудың бір жолына айналып отыр. В общем так, Мурат, то, что там тебе наговорили, зам, за склад, не слушай. Я здесь главный, я. В следующий раз ничего не привози, пополам поделим и все. Хорошо? Хорошо. Сонымен схема қандай? Тауар не қызмет сатып алуға жұмсалуы тиіс қаражатты шетінен кім және қалай жейді? Олар тендерге қатысқан кезде бірнеше әрқашанда екі компания болып келеді. Яғни өзі және бір қасында бір өздерінің бір қолдаушы бір ЖШС-лары, компаниялар. Яғни бұл жерде не деп айтады? Бәсекелестік кейпін тудыру керек. Өйткені бір компания қатысса, тендер өткен жоқ деген себебі болуы мүмкін. Сондықтан екі компания. Бұл ең бірінші схемасы. Екінші, жаңағы кеңінен пайдаланатын, ол техникалық сипаттама орындалмайтын жасап тастайды, техникалық сипаттама. Мысалы, метро құрылысы талай жылдар болып салынып жатыр, сонда мысалы техникалық сипаттамаға жаңағы жер астынан тоннель қазатын үлкен техникасы болу керек дейді. Болды. Ол бізде BI Group компаниясында ғана бар. Сондықтан жаңағы BI Group дейміз, мысалы сол сияқты бір компания басқа бір мемлекет сатып алды жалғыз екенін білсе, ол бірден жұмыстың бағасын, мына тауарлардың, мына материалдардың бағасын жоғары деп сметаға салады. Оған ешкім қарсыласа алмайды. Это в сфере образования по питанию. Мектеп асханаларына қатысты мемлекеттік сатып алу байқауларының бәріне бір-ақ фирма қатысып жүргенін анықтадық. Оған қатысу үшін тиісті дәрежесі бар аспаздарыңыз, технологыңыз, санитариялық кітапшаңыз болу керек. Әрі ол құжаттар тіркелуі міндет. Ал сол фирма барлық байқауға бір құжаттармен қатысып, тендерді ұтып отырған. Демек тапсырыс берушілердің ішінде қолдаушысы бар деген сөз. Рейтинг бойынша тәжірибесін ұпайларын көрсеткен кезде салық жүктемесі деп аталады, бір анықтама. Соны келіп көрсетеді. Мысалы, мен мынандай компаниям, ал мен мысалы соңғы 3 жылда мысалы 3 миллиард теңге салық төледім деп. Сондықтан да олар басқа компанияларға қатысып атқан бана ірі тендерге қатысқанда олардың оған қосымша балл береді. 7 балл береді ма, 10 балл береді ма, енді ол сол балмен алып кетіп жатады. Түсінікті. Бұл жерде енді құжат бар. Салық органдарының мөрі соғылған. Артынан әлгі фирма олар хат жазады. Құрметті салық органдарының басшысы, біз осындай жылы мынандай ақша төледік. Мысалға, жеке табысың бар, корпоративті салығың бар, бірақ біз мынандай жыл қателесіп кетіппіз, біз артық төлеген екенбіз. Мына мысалы 300 миллион теңгені бізге қайтаруын сұрайын деп. Олар яғни оны қайтарып алады. Яғни схеманы түсіндіңіз ғой. Біз Ататүрікке осы Алматыда ескерткіш қойылды. 22 күні жарияланады, 23 күні ақша бөлінеді, 25 күні ескерткіш салынды деп отчет есеп беріледі, 26 күн жабылады. Сонда мен айтамын, 3 күнде, 4 күнде бір ескерткіш салып алатын қандай нәрсе? 114 миллион кеткен. Содан кейін біз айтамыз, бұл да бір тәсіл. Дайын жаңағы ескерткішке, дайын бір нысанаға тез ақшасын бөліп, ақшасын сала салады. Идет договоренность с заказчиком. Тапсырыс берушімен астыртын мәміле жасалады. Тауар не қызмет бағасы 2 есе төмендетіліп қойылады да, тендерді ұтқан соң олармен қосымша келісім шарттар жасалып, баға қайта көтеріледі. Бұл да бір тәсіл.
Бұның бәрі ашық байқау арқылы ойнатылатын тендердегі құйтырқы схемалар. Одан бөлек тауар не қызметті бір көзден сатып алу деген әдіс бар. Яғни тапсырысты орындаушы мердігер не тауар жеткізуші компания конкурссыз тағайындалады. Бұл сыбайласа отырып ақша жымқыруды тіпті жеңілдете түсетін амал. Төтенше жағдаймен жасап жібереді шартты. Мысалға бір мұқтаж жандарға салып жатқан 3 қабатты көп пәтерлі үйді сонымен салдық дейді. Немесе осы жерде бір жолды ауылға кіре беріс 3 километрді мысалы $1,5 миллиард теңгеге. Артынан біз төтенше жағдай департаментіне, прокуратураға, Қазгидрометін бар сұрасақ, ол жерде төтенше жағдай не жаңбыр, не бір дүлей боран, жер сілкінісі, енді басқасы осындай енді зада жоқ. Осындай мәселелер болмаған екен. Управление религии схемасы 2022-ден бастап анықталған. Общий үкімет емес ұйымдарға тастайтын лоты бар 15, 16, 17 миллионға дейін. Соны адамдар таласып жүріп отып алып жұмыс істейді әйтеуір. Ешкім білмейтін 5-6 организациясы бар. Астанадан, Алматыдан, Қызылордадан, Чимкенттен. 5-6 организацияның арасында 150 миллионға дейін бөлінген из одного источника нелер бар. Бір минусы бұл организацияларының осындай экстремизм, терроризмге қарсы жұмыс істеуге болады деген уставында көрсетілмеген. Мемлекетпен қорғалатын тұлғалардың бір келуі дейміз. Мысалы, президенттің, премьер-министр бар, министрлер бар. Сондай желеуменде кейде бір күрделі жөндеулер үлкен сомаларға жасалып жатады. Жаңағыдай бір көзден беру үшін. Тағы да келіп қарайтын болсақ, сұрау салатын болсақ, ол мысалы ол паркке жасалуы мүмкін, ол бір көшедегі бір үлкен бір монумент тұрғызылуы мүмкін. Ол жерге премьер-министрді, министрді, басқа да қорғалатын тұлғалар келмеген екен. Кейбір компаниялар болады, бірнеше жүздеген тіпті мыңдаған тендер байқауына қатысады. Қатса береді, ұтпайды да. Ал ойда жоқта ұтып жатса, келісім шарт жасаспайды. Оларды тендермендер өз араларында шартты түрде космонавт компания деп атайтын көрінеді. Сондағы мақсат не? Ешін етіңіз, біріншіден олар банағы айтып отқан негізгі компаниялар жеңу үшін қатысатын қосымшалар. Екіншіден олар қатысады да, басқа танымайтын компания жеңген тұрған жерінде бұлар қатысады да, олар сауда жасайды. Хабарласады бір-бірімен, ана компания айтады, оны танымау мүмкін. Ал осындай компания, мысалға, All Trade компаниясы, сіздер жеңіп алайынсыздар, біз мындай Батыс Trade деген компаниямыз, бізге мынандай проценттерін бересіңдер, біз ары қарай қатыспаймыз, немесе сіздерге бағаны сол өз қалпында қалдыра береміз, сендер сәл түсінде жеңіп кетесіңдер. Ұтып алады, кейін ары қарай қол қоймай жүреді. Олар негізінде соны организатордан звонок күтеді. Бір-екі рет звондайды, кездеседі, если келісе алса, сол лоттарға қол қояды да ары қарай жұмыс істейді. Келісе алмаса, ары қарай лотқа қол қоймайды. Алатау дәстүрлі театры Момышұлы бойында. Сонда 90% осындай мемлекет сатып алу конкурстарына, ол жаңағы сахна жөндейтін болсын, орындық жөндейтін болсын, жаңағы жиһаз жасаса да, басқа да нетсе, бірақ еп отырып жүр екен. Мен айтамын, ол мүмкін емес қой, ол жиһаз жасайтын болса, ол бір бөлек болу керек. Жаңағы сахнаны өркендету ол бір бөлек керек болды. Мына ұлттық киім тігу, ол басқа бір болу керек. Енді бір кәсіпкер соның бәріне бүкіл бір театрды қамтамасыз ету мүмкін емес қой. Кейде тендерді ешқандай техникасы да, қызметкері де, мүмкіндігі де жоқ компаниялар ұтып жатады. Бұлайша айтқанда, алдында бір ғана компьютері мен электронды цифрлық қолтаңбасы ғана бар, бірақ аты дардай, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. Ол әдетте тапсырыс беруші ұйым басшылығына сыбайлас компания болып шығады. Сөйтіп, тендерді ұтқызады да, жұмысты біреуге істетеді. Ұтып алды да іздей бастайды, шар құрып. Көбіне сол ауылдық, аудандық жерге барады да іздейді. Ал жергілікті жігіттерден кімдер бар? Жеке кәсіпкер бар, жігіттер бар ма? Не? Объем беремін. Қанша? 10%-ын алып қалам, мына 300 миллион. Мына Рубежин мектебін күрделі жөндеу керек, 2 этажда 300 миллион. 10%-ы 30 миллион алам, 270 саған. Ауылдың жігіттеріне жақсы жасайды. Құрылыс, мынау күрделі жөндеуден өткізу, жол болсын, басқа да нысана салуын болса, мысалы шенеунік сол ұйымдастырушы болса, ол жаңағы өзіне жақын, немесе өзіне таныс, немесе өзімен сыбайлас бір компанияға ұтқызып беріп, 500 миллионға жұмысы болатын болса, сол компания ары қарай мердігерлерге, субподрядчиктерге 400 миллион береді да, өзі бірде-бір қол соқпай, ешбір қолында тигізбей жұмысқа, және 100 миллионды алып қалып отырады. Еш қымсынбай, беті бүлк етпей алдайтындар да болады. Мысалы, Алматыдағы қарттар үйі тендерде көрсетілген 3,5 миллион тұратын өндірістік кір жуғыш пен кептіргіш машиналардың орнына құны 500 мыңнан да аспайтын тұрмыстық техникаларды сатып алған. Артылған ақша ортаға салынғаны анық.
Сол сияқты қоладан жасалу тиіс ескерткіштер баламалы, арзанырақ материалдан жасалған фактілер де болыпты. Мұны да қоғам белсенділері анықтаған. Системадағы жемқорлықты тыюдың басты жолы да сол, қоғамдық мониторингті күшейту дейді мамандар. Мы сейчас просим, чтобы Қоғамдық кеңес мүшелерін, ал ауылдарда жергілікті қауымдастық мүшелерін байқау комиссияларына қатыстыруды сұрап отырмыз. Егер адам қоғамдық бақылау жасай бастаса, ол бүкіл құжаттарды көріп, түрлі жемқорлық амалдарының алдын ала алады. Тапсырыс беруші де әлдебір құйтырқы әрекеттер жасаудан тартына бастайды. Айналып келгенде тендердің бұрмаланбай орындалуы халықтың билікке деген сеніміне әсер ететін фактор емес пе? Мемлекеттік сатып алу тең болады биліктің жұмысы деп қарайды ғой халық. Солай ғой. Данияр Қайыртай, апта.